Бүгін 40-шы күн. 85 күннің почти жартысына келдік, 40-шы күнге келдік. Мана кітап тыңдап болдым да, жүрім ойланып. Қандай инсайтты, осы күнде бір күнде көп инсайт болып кетті. И соның біреуі, оның алдыңғы күні болған инсайт айтайын, который мен уже қолданып, біреуге айтып, уже тестлеп көргенді айтайын. Бүгінгі пока сырой болып тұр, потому что жасап көрген жоқпын әлі. Ол әңгіме мынандай бір реалити шоу болып жатыр. Құлан Мэн деген танитын шығарсыз да, сол да реалити шоу болып жатыр да. И сол жерде 3 адамды алып ақша тапқызады, короче. Ақша тапқызады, ақша тап дейді. Байы деп айтады. Короче деген сөз алып тастау керек, негізі жаман сөз бар ғой. Соны ана 3 баладан айтады, сендер неге табыс таппай жүрсіңдер дейді. Не үшін ақша тапқыларың келіп сұрайды. Потом айтады, сол мен дейтін үйдегі, ауылдағы мамаларыма, ата-анама осылай ай сайын осылай ақша салып тұрғым келеді дейді да. Көмектескім келеді. Негізгі мен жұмыс істейтін барлық нәрсем ата-анам бақытты болса екен дейді. Ата-анам бақытты қылу үшін осылай жұмыс істеймін дейді да. Мен сразу көрдім ол болды. Так, не нәрсе екен, неге оларда әлі ақша жоқ екен, сразу таптым. Сосын Құлан мырза да айтады ғой, енді қарайды ғой. Ол да соны айтқысы келіп отыр. Айтқан жоқ оны, потом ясын деді да, қоя салды. Мен сразу түсіндім ол не айтқысы келіп тұрғанын. И потом келесі шоуларында қараған кезде солай болып шықты. Мен ойлағандай болып шықты. Еще бүйтіп сұрайды ғой одан. Сенің ата-анаң бақытсыз ба дейді да. Айтады да, бүйтіп ойланып қалады да, бақытты дейді. Вот енді қалай сен? И сол енді ата-анам бақыт үшін ғой деген сияқты айтады да. Адамдар неге ол әлі ақша таппай жүр? Потому что ең бірінші басқа біреуге емес, сен бірінші өзіңе беру керексің сол ақшаны. Ата-анаға ай сайын 80 мыңнан 60 мыңнан салып тұру, и так айлығын 80 мың, 80 мың салып тұру деген нәрсе, ол дұрыс емес. Сен одан больше өспей қаласың, потому что сенің ішіндегі адам жұмыс істей алмай қалады. Сен 80 мың бердің ба, сен өзіңді жей бересің дальше. Сен өзіңді кінәлі сезесің да, что мен ата-анама былай жасамадым. Өзіңді кінәлі сезінген сайын, сен нәпсің самооценка түсіп береді, сен дым жасамайсың. Сен лучше даже 80 мың қол нәпсің қиналып тұрып, зорға екеуің сөйлесіп, тыңдап тұрып, әйтеуір таптыңдар шаққа да. И турасында еще оның 50 мыңын кімге беріп, 30 мыңға былай өмір сүріп, тағы 80 мың жасай жатсың да. Ол нәрсемен сен көп таппайсың по-любому, потому что сенің нәпсің әлі ақшаның дәмін сезген жоқ, ақшаның дәмін көрген жоқ, оның рахатын көрген жоқ. Ол білмейді, не үшін ол жұмыс істегісі келеді, қандай кайф үшін жұмыс істегісі келеді. Мен жұмыс істеймін, не бересің маған деген сияқты. Сен басқа біреуге бәрін бере бересің деп айтады ол, потому что ол ішіндегі кішкентай бала, оған керек қой ол нәрсе, күші көп нәрсе ода. Нәпсі деген күші көп, ішінде тұрған не ғой, кәдімгідей сгусток энергии үшін да, сондай прям мықты андай не существо да, который бүкіл күші ода да. Сен оған бермейсің да, басқа біреуге бересің да, хочешь көп ақша табуға. Олай болмайды. Сен ең бірінші өзіңді аяққа тұрғызып ал деп сол үшін айтады. Сен лучше қазір сен 3 ай берме, потому что ата-анаң айына даже 50 мың теңге тапса, ол 50 мыңға соған өмір сүре алады. Сенде уақыт бар да, сол когда олар и так бақытты болады. Сен аман болсаң, олар да бақытты болады. Просто бұл жерде сенде уақыт бар да, сол ақшаны өзіңе 80-80-нен жинап, или 50-50-нен жинап, 150 мың жинап, бірдеңе товар алып сатсаң да болады да, саған түсінбесің ба? А сен ол нәрсені просто ата-анаңа беріп тұрам, бір уақыттық, бір реттік, о, рахмет балам деп айтқан үшін жасап жатсың ғой негізді. А ол сен лучше бір сол 50 мыңнан көрі, сен лучше өзіңе қой, өзіңді дамыт, өзің өзгер, потом тұрасында ауылға салып жүрме, уже барасында сыйлықпен баратында, түсіндің ба? Ол жердегі екі кайф бөлек, балам Ақтөбеден келді, Алматыдан келді, бірдеңе деп қарсылады, сен бауырларыңа бүкіліне бірдеңе алып бересің, бүйтесің. Сол кезде бірдеңе сондай болу керек та, потому что сен и так зорға тауып отқан ақшанды аласында беріп тастайсың. И сен ол үшін жұмыс істемейсің дальше. Сен жұмыс істеу үшін ең бірінші өзіңе салу керексің, сен бірінші сезіну керексің.
сен нәпсіге көрсету керексің ол рахаттың барлығын. Сен еще өзіңді кінәлі сезінбеу керексің, что сен ата-анаға бүйтіп бере алмай жатсың. Мына баланы қарашы, мынаны құрдасын қарашы, ата-анасына уже машина алып берді, Қадырбаев алып берді, Арман Юсуп үй алып берді. Мен өзім неге чортпын, неге малмын, неге мен де қолымнан келеді ғой, деп өзіңді кінәлай бересің. Сен кінәлаған сайын сен ойлайсың ба, что саған ол андай пинок береді. Пинок беретіндерге де бар, смотря кім қалай қабылдайды. Но большинство сөйтіп қабылдайды, что мен не деген андай жек сұрымын, мен неге жасамадым, қолымнан дым келмейді, уақыт өтіп жатыр, анау сен кіргізе бересің өзіңді, сол ямаға тыға бересің, и в конце концов сен алып бермейсің ештеңе. Сол үшін бастапқы ақшаны мамаларға, сен еще студентсің, айына 20 мың теңге табасың, былай жұмыс істеп 60 мың теңге табасың, 80 мың, мамаңа 20 мың салып тұрасың, мәз болсын деген сияқты. Ол нәрсе керек емес. Сол нәрсені лучше өзің студент кезде бірінші өзіңе қой, өзіңді аяққа тұрғызып ал. Когда сен ақша нормально келіп тұрады, сол кезде берсең болады да. И то пока рано, потому что сен прям фундаментің сенің прям берік болу керек. Сол кезде, когда сен нестабильно болып тұрсың, ол кезде беру керек емес. Бірінші лучше сол уақыттан тез алсаң, сен тез дамайсың да. Бүгінгі айтатын нәрсе сол, потому что көп жастарды білем, өзімді сөйтіп ойлағам, бірақ сол кезде мен сразу түсіндім, что олай дұрыс емес. Мен лучше өзіме қиямын деген сияқты. Сөйтіп білмеймін, енді басым сонда келді. Эгоизм бар не шығар, но ол дұрыс ход болды да. Мен оказывается дұрыс жолда келаттым. Ал кейбіреулер бүйтпей жүрді, қиналып жүрді, ақша жұмыс істемей кетеді, сол нәрселер болды. Лучше сол ақшаны, тапқан ақшаларыңды басында тек қана өздеріңе құйыңдар. Тамақ ішуге неге емес, өздеріңіз білімдеріңе, да, чтобы сендер өмірің өзгеретіндей. KFC жегеннен өмір өзгермейді ғой, 6 мың теңгеге, дұрыс па, 5 мың теңгеге. Не нәрсе өмірін өзгертеді? Сен кітап өзгертеді бір өміріңді, бір встречалар, да, бір вебинарлар, которые марафон, тегін встречалар болды, солармен кездес. Жаңа таныстармен кездескен кезде тамақ төлейсің ғой, сол кездегі, сен ол кезде тамаққа төлемейсің, допустим, бір кафеде кездессең, сен сол жердегі адамдармен танысқан адамдарға төлейсің, что рахмет осы адамдарға кездестіргеніме деген сияқты. Сол нәрсеге құрту керексіңдер. Ата-анаң неше мың теңге болса да өмір сүреді, ол сен аман болсаң, ол бақытты болады. Сенің міндетің бақытты болу ғой да, ал сен оларды одан да күшті бақытты қылып, кәдімгідей, чтобы стабильно айына беріп тұратындай, сондайға көмектесіп, олар прям жәрдем бере алатындай, еще сен өзің семьяң болады. Соның бәріне көмектесе алатындай сенде мықты фундамент болу керек. Сол фундаментті құрыңдар, пока асықпаңдар беруге нетуге, өздерің кінәлі сезінбеңдер. Сен ешкімге ештеңе міндетті должен емессің, просто ата-ананың алдында қарыз в любом случае бар, но басқаларына ешкімге сен должен емессің ештеңе, ал манағы парызды өтеу үшін бірінші басында өзіңе құя тұр. Бүгін 40-шы күннің идеясы осы, потому что көп адам көп жастарды білем ғой енді, соны көріп жатырмын, содан кейін ішінен шыққысы келген әңгіме шықты деп ойлаймын енді. 40-шы күн, давайте келесі кездесейікші, ертең 41-ші күн. All my life I've barely spoken. Your words have been so broken. I've been under your hypnosis. Why did I sip that potion? I'm so done with holy ghosting. My birth, it is an omen.